Армысыз ағайын. Сен деген партия құрамын деп жар салып едім. Ең көп қойылған сұрақ мынандай болды. Әй Ахметбек Нұрсила, біз саған қалай сенеміз? Сен екінші Қосанов сияқты лақтырып кетпейсің бе дейді. Менің жауабым, мен өзіме сенемін. Ал сіз сенімдісіз ба? Мен кімге сенем? Мен сізге сене аламын ба? Егер де менің басыма жағдай туып, мені қамап, асып, атып жатса, мен сізге сене аламын ба? Сіз өзіңізге сенімдісіз ба тұрып бергенге? Мен сіздің сөзіңізді сөйлейін. Қанша халқым бар екен? Жазыңыздаршы осы жерге. Көрейін, қанша халыққа мен сене алады екенмін. Мен адамды жұмыстан шығарады деген мен жетіп бардым облысқа. Мені сонда мені аңдып келген жаңада қайда бардың деп нағызды қылғындырған, бұл қызды ақшаңды қылған деген. Мешітке алып барам деген кісі ма? Еще будан алдың. Менде Марат деген жігіт болған. Ол да арақ ішіп алып кішкене жұмыстан. Оны да олар болмайды. Олар болмайды. СБ деген кетсін. Сәкен деген адам қайдағы адам? Сәкен деген көрген адам. Жоқ болсын, бәрі кетсін. Басшы ауыссын. Сәкен деген кетсін. Басшылар кетсін. Әділдікті шешіп беруге, облыс әкімінен әділдікті шешіп беруге сұраймыз. Біз негізі евразийский енді sonra телевидение шақырып отырады, көмек сұрап еді. Сіз келгеніңізге рахмет. Шынымен жаңада КТК-ны шақырдық, уже біз мына жерде тұрмыз уже да. Мен де сол сіздердің өтініштерін тастай алмадым. Ораза айында адамдарға обал, ораза ұстап отқан қыздар бар. Өткенде жылады. Таң сағат 5-те үйден шығады. Обал адамдарға. Сонда сіздердің бар ғой, таңертең жұмысқа келесіздер ғой, телефондарыңызды алып қала ма? Қалмайды. Ұстап соқпаса сразу объяснительный жазғызады. Кеше менің мына қызыма жазғызды. Үйінен бала соқ не қылып еді, тек ана істеп тұр, бір қол телефонда мына қолмен істеп тұр. Жоқ, Рима, бір ден сұрайыншы. Мен өзім 43 жастамын, 43 жастамын. Менің кішкентай балам бар, емшекте, не кеше жақында босандым. 1 жас 3 ай балам. А мен 4:30-да сағат кеше 8 күні мен ауырып қалдым. Давлением түсті, қасымда бір қызға көріп тұр СБ-да. Ауырдында баламды айтын, давление учет пойдет. Мен бала емізу әйелім ғой. 4-тен бұл сүт өтікіне кеткен, ертеңіне келіп жан-жақтан келіп десіп ғой. Таға жаздырып алып түсініктеме да. Менің құрттай балам бар деп жатырмын да. Мынау тұру емес. Мына уже біз фашистер автоматпен соқпай осындай жағдай неше айдан бері жалғасып келе жатыр? Абай келді, осылай болды. Абай келген. Жаңа басшы келгелі осылай болды ма? Былтыр керек емес, ауыссын. Бізге қайрат былтырдан бері. Қапталмас қаптал. Ал онда мен ойлаймын, осы эфирді облыс әкімінің өзі де жаңа қарады, қала әкімдігі де қарады, бүткіл осы билік өкілдерінің барлығы жергілікті түгел қарады, мен көріп отырмын кімдердің қарағанын. Ойлаймын, бір жақты шешіп береді деді облыс әкімі бұл жерге араласып. Абай кетсін. Енді басқа адамдардың шағымын мен елемесем де, мына кісілердің шағымын елемеген, мына кісілердің бір шаруасын бітірмеген біз болмайды. Мынаусы жазатын ештеңесі жоқ, бұл эфир енді көріп отыр қарайған адам. Барлығының құлағына жетті деп ойлаймын. Енді осының шешімін көрейік, қандай шешім болады. Болмай жатса мені тағы да шақырыңыздар. Ал ораза қабыл болсын, аман болыңыздар. Осы эфирді пайдаланып, мен осы бүткіл қала тұрғындарының атынан сіздерге үлкен рахмет айтып, басымызды иеміз сіздерге жұмыстарыңызға. Рахмет сіздерге. Бағаламай отқан мына басшылар қандай анадан туған адамдар, қандай анадан шыққан. Бұл жерде бар ғой, енді біз облыс әкіміне де, қала әкіміне де бүйтіп жағаларынан алып басты салмайық. Бұл жерде әңгіме қала жолдары, тоғы қала жолдары мекемесінің басшылығында болып тұр ғой. Бұл дұрыс айтасыз, осы қала жолдарының басшылығының орнын ауыстыра ма, или басқасы шаралар қолдана ма, соны көрейік қандай шара болатынын. Жоқ, мынау не масқара, біреуді қылғындырады, сот кісіні ұстатпайды дейді. Мына кісінің баласы кішкентай болса, бұл кісі баласынан үйінен хабар алмай ма, мына азаматтар? Бұлар да адам емес па, өзіміз сияқты? Не масқара мына құлдық ұстатқан? Құлдан да жаман болып Мынаны осы эфирді пайдаланып, мен ішкі істер департаментте бұл істі қарағанын қалаймын. Астына қазір белгілеп кетейін. Ішкі істер департаменті. Осымен эфирді тамамдайық. Рахмет сіздерге, аман болыңыздар. Hakan Türkoğlu Kıbrıs, Sancar Ahmetov Kazakistan, Nurbek İsmailov Kırgızistan, Aman Töreyev Türkmenistan, Halmurat Davut Doğu Türkistan, Ayaz Kermuradov Azerbaycan, Atabek Kerimov Özbekistan. Kılıç Türkiye,
Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır. Dünyayı aydınlat.